Енді қазір бұған Пентагон біз бұл шарды бақылауда ұстадық дейді. Ал Мәлкілдек шал не дейді? Ол қорғаныс министрлігімен сөйлесіп, бұл шардың құрамында егер біз атып түсірсек, бұл шарда тұрған заттар, кейбір заттар халыққа зиянды болатындықтан біз оны атпадық деп отыр. Американың жерінде біз жүрміз ғой енді. Мәлкілдек шал жүре ма, жүрмейді ма білмеймін. Біз көлікті айдап алып, Америкада оңтүстіктен солтүстікке, шығыстан батысқа қоймай жүрдік қой. Америкада Тынық мұхиттағы анау Сиэтлде болдық. Атлант мұхит, солтүстік Атлант мұхит, Нью-Йоркте. Батысындағы Тексасқа, Мексика жағына бәріне көлігімізбен жүріп, жүрген жерімізді фотоға түсіріп, әрбір ішкен кофемізге дейін адресі есте тұрсын деп квитанциясын шегін жариялап жүрдік қой. Америкада елсіз мекен деген жетеді. Ауылмен ауылдың арасы деген жатқан дала, қаламен қаланың арасы деген жатқан дала. Ол Мәлкілдек шал ананы атып түсірсе, ол халықтың төбесіне түседі деген бекер сөз. Соны атып түсіргеннен қорқып отыр. Бұл халықаралық дипломатия бойынша бұл бір елдің әуе кеңістігіне жасалған әскери шабуыл есебіндегі зат. Бұл әскери шабуыл, яғни Қытай Американың тамырын басып тұр. Мұна Американы мен ойладым, мұна Америка халқын оятайын деп тұр. Мен мұна қазақтарды, қазақтар тұрыңдар деп оятамын деп жүріп, сол қазақтарды ояту қиын екен. Соны ойладым, енді өзімде сөйлейік, енді сендер оянғанда мен оятасаңдаршы деп, мен өзім ұйықтайын ба деп ойлап қалдым да соңғы кезде. Енді соны қазақтардан түңіліп, мен енді Американы оятсам ба деп қалдым. Мұна америкалықтар мұна Қытайдың менталитетін, Қытайдың көз жұмыс барысын, Қытайдың мұна мінезін түсінбейтін болып отыр екен ғой. Анау Қытай әдейі істеп отыр. Американың жүйкесіне тиіп отыр. Сен Қытайға сен уағында жауап бермесең, бұл жаман қорыққаның сыйлайды деп қазақ айтып кеткенде соны Қытайға қаратып айтқан. Жаман қорыққаның сыйлайды деп Қытайға қаратып айтқан. Бұл Қытай, сен оған дегенде мә деп тұмсығына ұрып тұрмасаң, сенің сыйлағаныңды сенің қорыққаның деп біледі бұл Қытай. Бұл Қытайда, Орыста, мен бұл халықтарды білем. Сен оны сыйлап келе ғой екен. Тамақ үшін тамаққа келіңіз, дастарханның шетіне кел десең, мынау менен қорқып тұр. Мынау маған төрге шығып дастархан, ол сенің қонақ жайлығыңда ол ездік қорқып маған жағатсып тұр деп ойлайды. Ол қазақтың дарқандығы, кеңдігі. Тіпті баяғыда бір Қытайдың жазушысы, қазақтар Қытайларды жақсы көреді. Түнде қойныңа қатынын сап береді, қатыны сала алмаса қызын сап береді. Қытайлардан нұр қалғысы келеді деп қорлап жазды. Сол Қытайды әшкерелеген адам менмін. Қытай жазушылар одағының орынбасар бастығы, білдей бір республикадағы жазушылар одағының орынбасар бастығы. Қытай социализм институтының проректоры. Социализм институты деген Қытайдағы үлкен коммунистер тәрбиелейтін проректор. Соның сол мақаласы шыға салғанда бүкіл әлемге жар салып, тіпті Қазақстанның медиасына, қазақстандық журналистерге хабар беріп, соны жариялатқан адам міне менмін. Соны Қытайдың өзі кешірім сұрап, жазушылар одағы сайтындағы ананың мақаласын алып тастады. Синлаңдағы блогын жаптырдық. Соқудағы блогын жаптырдық. 163-те Уаңидағы блогын жаптырдық. Міне соны істеген жігіт бізбіз. Бұлар сенің дарқандығыңды, сыйлағаныңды, кеңдігіңді, бұлар ол сені қорқытты деп ойлайды. Мен мықтылығымнан өстіп отырмын дейді. Қазақта бір сөз бар, сиыр сипағанды білмейді, жаман сыйлағанды білмейді дейді. Бұлар сол. Америка соны түсінбей отыр екен. Америка соны түсінбей отыр. Содан жаңағы мен енді Американың бүкіл мен өзімнің тілім жететін жердің бәріне жазып жатырмын. Мынау Қытай сені шұқып тұр. Сен мына тұмсықтан ұр мынаны Қытайды. Мына тұмсықтан ұрып қан жоса қылмасаң дұрыс емес деп жазып жатырмыз, жіберіп жатырмыз. Енді мен сияқты көзқарасы бар адам менше Америкада аз емес. Америкада аз емес. Енді бұның артыда бірдеңе болар. Бірақ
Американың бас хатшысы, яғни былайша айтқанда сыртқы істер министрінің функциясын атқаратын адам Блинкен Қытайға баратын сапарды кешіктірді. Енді аяқ астынан Қытай енді осы мәселеде енді Қытай бейте қалды. Өзі шарды жіберіп қойды. Ол шары Америкада білініп қалды. Енді Қытай ойбай да ойбай, ол жеке меншік компаниялардың мына ауа райын, атмосфераны, желдің бағытын, судың бағытын зерттейтін, ғылыми зерттеуге қолданатын, мемлекеттік сипаттағы емес ауа райын бақылайтын шар, сөйтіп мына Атлант мұхитына барғанда бәлен бағыттан соғатын желге тап болып, содан қалқып кетіп қапты дейді. Ол қалқып қаңғып кететін шар, ол бұл сөз жүрмейді. Бір. Екінші, бұл шарда мотор орнатылған шар. Бұл яғни барам деген жеріне барады. Бұл өз жел бағыты бойынша қалқитын шар емес. Қытайдың сыртқы істер министрлігі өтірік айтып отыр. Екіншіден, ол жаңағы теңіздердегі ортақ теңіз деген теңіз бар. Ол қандай? 12 теңіз милінен кейінгі теңіздер ортақ теңіз болады. Мынау оған жатпайды. Кеңістікте де ортақ ғарыш кеңістігі бар. Ол қалай? 35 километрден жоғары кеңістік. Біздің ұшақ ұшқанда қаншадан ұшамыз? Жер бетінен 7 километр, 10 километр ұшамыз. Ұшақтар. Кәдімгі жолаушылар ұшағы. Халықтық авиация 7 километр, 10 километр жерден биік ұшамыз. Бірақ 35 километрге дейінгі аралық, ол сол мемлекеттің өз территориясы болады. Ал 35 километрден арғы территория, арғы ғарыш, бергі ғарыш, жаңағы деп бөлінеді, ол ғарышта территория жоқ. Мысалы, Американың спутниктері Совет одағының төбесінде тұра береді, Қытайдың төбесінде тұра береді. Себебі ол ғарыш. Ол мына ғарыш менің кеңістігім демейді. Себебі жер шар айланып тұрады. Мына спутник бүйтіп тұрғанда, мына жерге айланып келіп, мына жер, мысалы, мына Америка болса, айланып келіп, енді Совет одағы одан айланып келіп, Қытай жер шар айланып тұрады, спутник тұра береді, мысалы. Ол ғарышта жаңағы не жоқ. Бірақ мына төмен кеңістік, 35 километрден төменгі кеңістік, ол сол әр елдің өзінің төбесі, территориясына есеп болады. Ал Қытайдың шары бұған кіріп отыр. Міне көрдіңіз бе? Қытайдың шары бұған кіріп отыр. Сондықтан бұл жердегі әңгіме Қытайдың таптаза Америкаға жасаған әскери шабуылы деп қарастыруға болады. Әскери шабуыл. Бірақ Америка тарап бұған бір адамның ақылы жетпейтін бір төзімділікпен қарап отыр. Адамның ақылы жетпейтін төзімділікпен. Бар болған сол Блинкеннің Қытай сапарын кешіктірді. Қытай тарап аяқ астынан маймөңкеледі. Бұл Қытай былай. Былайша айтқанда. Саған қорс өткізіп, найзасын сұғып ап, қанжарын сұғып ап, ойбай кешіріңіз, байқамай қаппын дейді де. Саған ішіңнен бір түйіп жіберіп, тура бауырыңнан, бүйрегіңнің тұсынан бірді түйіп жіберіп, абайламай қаппын дейді де. Ол бір сенімен бір былай бір еркекше, жігітше соғыспайды оның жігіттер. Оған олардың ұлттық мен ол жаңағындай арамзалықты кітап қып жазып, 36 қулық деп кітап қып жазып, аярлықты, арсыздықты, екі сөзлікті, тек жауыңды жеңсең болды деп 36 қулық дейтін кітабын 2500 жыл бұрын жазып, халқының санасына сіңдіріп кеткен халық ол. Міне. Сондықтан мен соңғы кезде сол Американы оятамау деп ойлап тұрмын өз. Ағылшыншамды тереңдетіп, мақала Твиттерде тек ағылшынша жазып жүрмін, қытайша, ағылшынша, қазақша жазбайым Твиттерде. Сон жаңағы осы Американы оятамын деп отырмын енді ойымда. Қазақтарды оятамын деген ол болмайтын әңгіме сияқты өзі. Қазақтарға әңгіме айтамын деп жүріп, өзім ұйықтап кетем бе деп отырмын. Бүгінгі әңгіме осы. Қытай екі жақ. Бұл Қытай мен Американың ұстасуының ар жағында Қытайдың ұлттық компанияларының Ресейдегі соғысқа деген көмегінің ықпалы тұр. Америка Ресейді ауашалау үшін Қытайға тым қатты келе алмай тұр. Қытайды тым қатты қысып жіберсе, Ресей екеуі бірігіп кете ме деп тұр. Тек Қытайдың ұлттық компанияларына бірнешеуіне ғана санкция салды, ескерту жариялады. Тұтас Қытайға санкция салмай отыр. Ал ұлттық компанияның барлығы
бір Си Цзиньпиннің бұйрығын тыңдайтынын, Қытай орталық партия комитетінің орталық саяси бюросының шешімінсіз Қытай ұлттық компаниялары 1 теңгені ары-бері жылжыта алмайтынын Америка білмейді емес біледі. Білмейді емес біледі. Бірақ Ресейді оқшаулау үшін Қытайды еркелетіңкіреп отыр енді. Бұл жердегі әңгіменің түп түйіні осы.